Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 50-ші сабақ. Қыс бейнесі. Қыс. Жалп, 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 жалп жауды қар. Тон киіндік, тоңды мал. Қар жапалақтап көп қар жауды. Балалар тоңып, тон киіп алды. Сондай-ақ қорадағы малдар да тоңып қалды. Демек, оларды қораға кіргізу керек. Бұрқ, 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 бұрқ боран бар. Боран жақта тұман бар. Қызыл шұнақ қызыл бар. Суда айна тас мүсін бар. Су қатып, тас мүсінге айналған. Онда балалар сырғанақ теуіп жүр. Қылаулатқан қырау бар. Қыраулар терезелерге өрнектеп ою салып тастаған. Үйіп алған отын бар. Үй иелері қыста үйді жылытамыз деп, отынды үйіп, жинап қойған. Бүрсең деген лақ бар. Ешкінің төлі лақ та бүрсеңдеп тоңып жүр. Сүмең деген қонақ бар. Үйге қонақ кісі келіп тұр екен. Ол бүрсеңдеп, сүмеңдеп, тоңып дірілдеп тұр екен. Қонақ айтар қызық бар. Ай, балалар, балалар, күнде оқуға жүрелік, үйренелік, білелік. Қонақ қызық айтады екен. Ал балалар, күнде оқып жүрейік, үйренейік, білейік. Оқушылар, сіздерге қыс көрінісі ұнады ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.